Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінде халық суретшісі Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты Айша Ғалымбаеваның туғанына 100 жыл толуына арналған көрме өтуде. Көрмеде музей қорынан отбасылық және жеке коллекциясынан алынған 80-нен астам графикалық және кескіндемелік туындылары қойылған. Өмірге қуанып қараған адам. Сол өзінің өмірге деген қуанышы, өмірге деген сезімі, махаббаты осы туындыларынан көрінеді. Сондықтан бұл Айша апамыздың еңбектері халықты осы жақсылыққа үндейтін, шақыратын, өнер білімге шақыратын сондай туынды болып тарихта қалды. Айша апа өзі былай мен өмірде көрдім, студент кезімде 80 жылдардың басында барып шеберханасына барып әңгімелестім. Мен ол кісі туралы мақала жаздым сол кезде. Ол кісі өте бір қарапайым, мейірімді және маңайына шуақ шашып отыратын адам екен. Сосын ол кісінің бір сөзі бар: мына өмірге қуанбай, мына жүрегіңде бір мереке болмай, елге қуаныш сыйлай алмайсың деген. Айша Ғалымбаева мәдениет тарихымызда қазақ әйелдері арасынан шыққан тұңғыш кәсіби суретші ретінде қалды. Қылғалам шебері өз шығармашылығын Абай жолы, Махамбет туралы аңыз және тағы да басқа кинофильмдерге эскиз жасаудан бастаған. Айша Ғалымбаева тек қана талантты кескіндемеші ғана емес, қазақтың ұлттық тарихын, дәстүрін, мәдениетін жырлайтын. Сонымен қатар киносуретші әрі ұлттық костюмның білгірі болып табылады. Яғни, сонау 1949 жылы Мәскеудегі бүкілодақтық кинематография институтын тамамдағаннан кейін елге оралып, 50-ші жылдары ол ең алғаш хроникалық және көркем суретті жаңағы киностудияда жұмыс жасайды. Кино саласындағы бұның еңбегі, яғни қазақтың ұлттық костюмдерінің эскиздерін жасап, түрлі сол кездегі көп еңбек етуі, суретші мысалы ауылды аралап, сол кездегі бүкіл қазақтың ұлттық ер және әйел адамдарын күнделікті тұрмыста киетін костюмдерін, әртүрлі салтанатты жиындарда киетін костюмдерін, аяқ киімін, бас киім, бүкіл ең алғаш үлгілерін осы қағаз бетіне түсірген болатын. Қылқалам шебері халқымыздың дәстүрін, тұрмыс тіршілігін, сонымен қатар түрлі қайраткерлер мен әйел образын шебер бейнелеген. Суретшінің колорист ретіндегі таланты, оның рухы және көркемдеу тәсілі ерекше. Айша Ғалымбаеваның туындылары бүгінде қазақ бейнелеу өнерінің классикасына айналуы орынды деп ойлаймыз. Әйгерім Аман, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн.